Kim özünü sımayalım. Selamet be Ake, қалайсың балам? Бүгін жұмыс істеу керекпіз. Мына үйді алып қою мүмкін жұмыс істемесеңіз. Әке, бұл үйді білесіз ғой, әрең алғанымызды. Есіңізде шықты ма? Я балам, сен ол кезде қанша едің? Сен ол кезде яғни сен 13-те едің, қазір 17-ге толды. Рахмет әке, мен бүгін сізге көмек бере алуға мүмкінмін. Мен әзірге мектебіме барып қайтайын. Жарайды балам. Сәлем достар, қалайсыңдар? Тако, бүгін біз жек, яғни бомждың өмірін сүретін боламыз, бірінші серия. Бұл баланың есімі яғни жек. Короче, мектепке қарай қаяқтайды. Негізі мына байлар, олар машинамен барады, ал мен болсам, менің әкем машинасы жоқ. Бізде гараж бар, бірақ машина жоқ. Байларды көріп тұрсыздар, мынаның қасында олардың үйлері біздікінен сәл ұзандау, мынадай гараждар деу олардың. Мынау яғни досым туысқан қарындасымның үйі, және де мына жақта мен бірақ досым бар, себебі қарным ашып көріп тұрғандай көп. Тамақ та жоқ үйде. Мына жақта мынандай ведьма жүр, алайық. Давайте. Анау көріп қойды, қолды сәлемағандай. Мә достар, өзімізді түсінбей қалдық. Кетік мектепке дейін бара аламыз ба? Мен қарным ашып тұрып бізді. Азында шай ішпей, тамақ жоқ бізде, сол жұмыс істемесеміз айтпыз, тамақ жоқ. Және де менде ақша жоқ, себебі май емеспін, көріп тұрғандай. Свинді өлтіріп тастаймыз, бірақ біз жеке ет жемейміз, себебі. Қарным ашып кетті, досымнан тамақ сұраймын қазір, барғаннан кейін. Қалайсың, мен ата досым? Қалайсың, досым? Сабақта жақсы оқыдың ма? Негізі бүгін сабақ онша болмады, сондай болды. Кеттік. Қарным ашып тұрған тамақ бар ма? Қазір беремін, қазір тамақ тоқта. Рахмет тамақ. Осыны андыр қапты, алтын қалды, күсікінен қалды сол. Қазір әкеме барып жұмыс істейміз, көмектеспесем. Досым да. Рахмет досым. Рахмет тағы. Кеттік. Сен өзің бара бересің ба? Сол бағана дос қызмен. Давай кет, давай.